Атадан қалған асыл сөз. Ел арасында сақталып қалған Ыбырай айтты дейтін бір-екі ауыз сөзді назарларыңызға ұсынамыз. Балғожа бидің ауылынан ағайын қылып бөліп, қазан теуіп қашқандар болыпты. Орынбордан жазғы демалысқа келген немересі Ыбырайды би сол ағайындарға барып келуге жұмсайды. Сонда Ыбырайдың айтқаны: «Уа байеке, тыңдасаң біздің сөзді ұғарсың, итің менен құсыңды сонарды алып шығарсың, аңды алған байласаң Балғожа биге ұнарсың, жекіріп айтса бір сөзді құлағыңды мықтап тығарсың. Ызал елдің ұрпағы ең, оған қалай шыдарсың? Қой ағеке көшуді дұшпаның күйеушінен достарың естіп қуансын». Осы сөзді естіп ағайындары қайта елге оралыпты. Ыбырай елге келген балта ақынды қасынан тастамайды екен, бір жолы Қабыл деген болыстың үйіне қонады. Ол ұрыстайтын қу екен, сонда руларының көзінше балта ақын былай дейді: «Жегенің жазығысы ұрлық еті, ұрлықтан ұялмай ма жігіт беті? Ар-намыс адамдықтан сені аздырған қара жүрек Қабылдың құдіреті. Сен де сал құлағыңды Қабыл болыс, маңайың қарақшыға болды қоныс. Жайылымға жалғызтай жібере алмай, зар жылайды безілдеп қазақ орыс. Лайық па ұра атақ жақсы адамға, сөз өтпес қанша айтса да бір наданға. Алдында Ыбырайдың уәде бер, ұрлыққа баспаймын деп бір қадамда». Қабыл содан кейін ұры ұстауды қойыпты деседі. Бір Сараңбайдың ауылына Жамшыбай ақын келе жатса, бай жылқысын суартып тұр екен. Аты сүрініп, ақын жығылып қалады. Оның жаман ерінен, жалба-жұлба киімінен байдың жылқысы үркіп судан шығып кетеді. Бұған ашуланған бай: «Ай, мынау кім шұбатылған? Сабап-сабап қуып жіберіңдерші» деп ақырыпты. Сонда ақын: «Ажал қайдан болады қатер қауып, дәулетіңе жығылдым есім ауып. Сен қара бүркіт болғанда мен бозторғай, не тоятын қанады маған шауып. Сен біткен жапандағы бір бәйтерек, жылқың бар өзіңе лайық дөп дөңгелек, бұтағың бозторғай көтермесе болғаның құр бәйтерек, кімге керек?» дейді. «Ей, мынау сайраған ит екен, атын ұстап беріңдер ананың» деп бай үйіне қарай жүре береді. «Жет нәрсенің атын бір ауыз өлеңге сыйдырып айтта, бер атта, әйтпесе әр атта» дейді тағы да үйге кірерінде. «Құлан қырда жүреді құндыз суда, қазбен үйрек жүзеді ағын суда. Дуадақ тарғақпенен заты бөлек, жылқышы құс кірмейді мұндай дуға» депті ақын табан астында.